Баршаңызға сәлем. Өткен сабақта біз қатынас және пропорция туралы өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта пайыз және пайызға арналған есепте шығарамыз. Пайыз дегеніміз орысша процент. Ол на сотню деген сөзден шыққан, яғни 100-ге байланысты. Кез келген санның 100-ден бір үлесі, оны пайыз белгісімен белгілеп, пайыз деп атаймыз. Мысалы, 20% біз сан ретінде жазатын болсақ, онда оны 100-ге бөлеміз, яғни 100-ден 20, 0,2 деп жазамыз. Дәл сол сияқты 1% егер сан ретінде жазатын болсақ, онда 100-ден 1 немесе 0,100-ден 1 деп жазсақ болады. Енді санды пайыз ретінде жазатын болсақ, мысалы 0,2 деген санды пайыз ретінде жазатын болсақ, онда оны 100-ге көбейтеміз. Яғни 20%. Және сол сияқты 0,133 деген санды пайыз ретінде жазатын болсақ, оны 100-ге көбейтіп 33% деп аламыз. Енді пайызға байланысты есептер шығарайық. Мысалы, 24 санның біз 10%-ін алайық. 10%-ін, яғни 24-ті 100% деп аламыз. Табатын санымыз x, ол 10%. Енді былай жасаймыз. 24-ті 10-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Яғни, мына жерде 10 мен 100 қысқарады, сонда 2,4 деген санды аламыз. Яғни 24-тің 10%-ы ол 2,4. Дәл осындай мысал келтірейік тағы. Мысалы 76 санның 15%-ін табайық. Пропорция құрсақ 76 ол бізде 100%, табатын санымыз 15%, содан 76-ны 15-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Және 11,4 деген санды аламыз. Енді сәл басқаша мысал келтірейік. Мысалы 7 метр жіп берілсін, сол жіптің біз 20%-ін кесіп алайық, 20%-ын. Сонда бізде қанша метр жіп қалады деген сұрақ болсын. 7 метр жібіміз біздің 100%. Табылайын тұрған кесілген бөлігі x, ол 20%. 20%, яғни. Осыдан x-ті табатын болсақ, 7-ні 20-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Яғни 1,4 метр шығады. 1,4 метр енді ол кесілген жағы. Енді қалған жағын табу үшін 7-ні 1,4-тен алатын болсақ шығады. 7-ні 1,4-тен алсақ 5,6 метр. Яғни 5,6 метр қалды. Тағы да осындай мысал келтірейік. Мысалға сыныпта 20 адам бар. Оның 8-і ұл және 12-сі қыз болсын. Осыдан сыныпта қанша процент ұл бар? Яғни қанша пайыз ұл бар деген сұрақ болсын. Оны табатын болсақ, ең алдымен 20 адам ол бізде 100%, және 8 ұл ол қанша пайыз? X%. Яғни x-ті табуымыз керек пропорция бойынша. Ол жерден x-ті табатын болсақ, 100 бен 8-ді көбейтіп, оны 20-ға бөліміз керек. Одан бөлсек, 40 деген санды аламыз. Яғни 40%-ы ұлдар, ал қалған 60%-ы қыздар болып саналады. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.